Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Бөрлі ауданы Ақсай қаласындамыз. Ұстаз жолы медиа жобасының бүгінгі қонағы Батыс Қазақстан облысының үздік педагогы, биология пәнінің мұғалімі Анар Аманқосқызы. Анар Аманқосқызы, сұхбат алаңына қош келдіңіз. Қош көрдік. Ұстаз жолы медиа жобасының кезекті шығарылымы сіздің кәсіби еңбек жолыңызға арналмақшы. Ендеше сауалымызды дәстүрлі сұрақтан бастасақ, көрермендерге өзіңіз жайлы толыққанды айтып өтсеңіз. Мен Анар Аманқосқызы, Атырау облысы Исатай ауданы Исатай ауылында дүниеге келдім. Сол ауылдағы Исатай орта мектебін тәмамдап, Атырау қаласындағы Қалел Досмахамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетін аяқтап, биология мамандығын иелендім. Исатай ауданындағы Юрий Гагарин атындағы орта мектебінде алғаш еңбек жолымды бастадым. Содан кейін 2009 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жұмыс жасап, кейіннен жанұя жағдайыма байланысты 2018 жылдан бері Ақсай қаласының номер 4-ші жалпы орта білім беру мектебінде күні бүгінге дейін жұмыс атқарудамын. Сіз үшін биология ғылымы не? Жай ғана ғылым ба, әлде өмір ме? Биология, ол ғылым, бірақ мен үшін биология өмір. Себебі биологияны өмірде кездестіреміз. Қарапайым тамақтан бастап, ас қорыту мүшелері, адамның иммундық жүйелерін, осылардың барлығы біздің күнделікті өмірімізде бар. Дұрыс, яғни тіршіліктің өзі биологиядан құралады дейсіз ғой. Енді жалпы осы ғылымға сіздің келуіңізге не себеп болды, немесе кім себепкер болды? Ең алдымен осы мамандық таңдауыма өзімнің анам себепкер болды. Анам қазақ СССР ағартушысының үздігі, Атырау облысында танымал мұғалімдердің бірі, және маған үлкен қазіргі мақсат өмірімдегі осы анамның ізгі жолын жалғастыру. Анар Аманқосқызы, үздік педагог атанған сәтіңіз есіңізде ме? Қандай сезімде болдыңыз? Есімде. Бұл мен үшін үлкен қуаныш болды. Себебі мектебімнің, ауданымның үмітін ақтап, мектебімнің намысын қорғағаныма мен өте қуаныштымын. Ерекше сезім. Алдағы уақытта бұл сезім алға қарай жетелеп, жетістіктің биігінен көруге мүмкіндік береді. Бәрекелді. Біз де сізге сенім артқан ұжымның, ауданның үміті ақталғандығына бек қуаныштымыз. Ал енді өзіңіз секілді нәтижеге жеткісі келетін педагогтарға қандай кеңес айтар едіңіз? Бұл негізі үздік педагог байқауы кәсіби деңгейлі байқаулардың ішінде ең жоғары деңгейлі байқау деп білемін. Себебі бұл кәсіби байқаудың талаптары өте күшті және жоғары. Сондықтан бұл байқауға қатысу үшін мұғалім тынбай іздену керек, қосымша жұмыстану керек. Және де бұл жерде мұғалім өзінің жұмыстарын, тәжірибесін үнемі таратып отыру керек. Облыс республика көлемінде, сонымен бірге Алтынсарин білім академиясында ұсынымдар дайындап, шығармашылық топ мүшесінде болу, сол сияқты волонтерлік жұмыстарды атқару, қосымша республикалық халықаралық деңгейдегі жоба мүшесі болу керек. Және осындай талаптарды орындау үшін мұғалім әр уақытта үнемі ізденісте болса, талпыныста болса, осы мұғалім өзінің жұмыс нәтижесін көрсету арқылы үздік педагог атанатынына мен сенімдімін. Бәрекелді, рахмет. Ал енді биология пәнін заманауи түрде дамыту үшін кәсіби маман ретінде не айтар едіңіз? Қандай ұсыныс білдірер едіңіз? Өзіңіздің бұл тұрғыда ойыңыз қандай? Жалпы биология сабағы өте қызықты ғылым ғой. Дегенмен де қазіргі заманауи талаптарға сай жасанды интеллект бар. Жыл сайынғы сұраныс та өсуде. Заман талабына сай қазір алдымызда отырған ұрпақ, ол альфа ұрпақтары. Біз қазіргі цифрлық сауаттылық бағытында осы ұрпақтарға біз сұранысына, қызығушылығына сай білім беруіміз керек. Мысалы, менің өзім педагогикалық бағытта өзімнің жұмыстарым Flipped Classroom әдісі арқылы қолданамын. Ол деген Flipped Classroom әдісі 20% мұғалім белсенді, 80% оқушы белсенді. Бұл жерде оқушылардың белсенділігі арттыруына байланысты осы платформаларды пайдалану арқылы, әдіс тәсілдер пайдалану арқылы үлкен нәтижелерге жетудемін. Заманауи технологияларды пайдалану арқылы көптеген алдында отырған оқушылардың қызығушылығын байқадым. Күннен күнге мен сабағымда осы жаңа нәрселерді қолдану арқылы оқушының, әсіресе соның ішінде үлгерімі төмен оқушылардың алға қарай жылжығандығы, 90 сайын 3-ке оқитын оқушының 4-ке қарай білім сапасының көтерілгенін байқадым. Альфа ұрпақтарға педагог әр уақытта цифрлы сауатты болып, күнделікті сабақта жаңа біліммен сабақ беру керек деп ойлаймын. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Ал енді бір сәт ойлап көрейікші, егер табиғат сізге тіл қатса, сіз не деп жауап берер едіңіз? Табиғат маған тіл қатса, мен үнсіздік танытар едім. Себебі табиғатты мен жаным сүйеді.
табиғатқа жиі шыққанды жақсы көремін. Сол уақытта сол табиғаттағы антропогендік фактордың әсерінен көптеген қоқыстарды көрген уақытта алдымда отқан ұрпаққа ағартушы ретінде экологиялық мәдениетті бере алмағаныма іштей қынжыламын. Қанар Аманқосқызы, мынау бүгінгі сіздің кәсіби еңбек жолыңызға арналған біздің салиқалы сұхбатымыз аяқтала келді. Жалпы сұхбат соңында біздің дәстүрлі жылдам жауап бер атты айдарымыз бар. Соған көшсек деймін. Мен сізге қазір сұрақтар қоямын, соған сіз бір сөзбен жауап берсеңіз. Ендеше бастайық. Сабақтағы ең сүйікті сәт? Оқушылардың кері байланысы. Биологияда неден шабыт аласыз? Зертханалық жұмыстан. Мектептегі бала күлкісінің маңызы? Шынайылық. Балалардан үйренген бір нәрсеңіз? Шынайы қуана біледі. Шаршаған сәтте еске түсетін адам? Балаларым. Ұстаздық жолыңыз бір сөзбен? Ана аманаты. Болашаққа тілегіңіз? Саналы ұрпақ. Бәрекелді. Қадірлі көрермен, осымен біздің салиқалы сұхбатымыз аяқталды. Келесі кезекте Сырым ауданында кездескенше қош сау болыңыздар.